жыр өлеңде ұлы қылған. Нар жамбылдың тойында қызыл тілім нар кескендей қынынан суырылған. Ассалаумағалейкум жиналған жұрт амандасу ата салт ығылымнан. Жайықтан келгеннен соң сәлем алып тартайын телегей жыр тұнығымнан. Тайырдай нар ақынның еліненмін жамбыл атам іш тартып іні қылған. Жамбыл бабам жаздырып өлеңдерін Жарокөвті өнерде жобы қылған. Тайырдың зор үлесі бар деп білем, Жамбылды өлең болса ірі қылған. Балаңды бүгін ешкім бөтен көрмес, бабалардың ізінен сұрығынған. Тайырлардың елінен келгеннен соң тайдыра қоймассыздар тұғырымнан. Болса егер ойым жүйрік тіл арынды, жүректен тасытайын жырағымды. Бабалар жайындағы аңызды айтсам, биік шыңнан табармын тұрағымды. Абылай ханның болыпты ақ бурасы, дұшпанынан қорғаған дүр әмірді. Қабанбайдың қабаны болған десе, батырмен қатар басқан бір адымды. Екі иығында екі аю отырғасын, қазып етпей жеңбеді сірәгімді. Пірбекеттің көрінген арқарлары, пірбекеттінде жаққан шырағымды. Кемпірбайдың көгала үйректері өлең болып қандырған құмарыңды. Сүйімбайдың кәдімгі көк көрісі сөйлегенде күш бөліп тұра білді. Ал қызыл жолбарысы нар жамбылдың ақынды алға бастап шыға білді. Қызыл жолбарысыңды қайт оятып, қызыл дел шақырсаңдар ұраныңды. Қызыл желді қақ жарып ұшырайын, қызыл тілден баптаған қыранымды. Сахнаны әдемі сарайым деп, жұртыма жырдан алға тағайын деп. Шапағат қарындасым қалың қалай келдің бе, жырдың отын жағайын деп. Көгілім көк шолақтай қырын тартып, кенендей келдім сені жанайын деп. Оқыған мамандығың медицина, шешіпсің сол оқуға барайын деп. Коронавирус болған елің мынау, ауруға шалдыққан ағайын көп. Абайлап айтысайын сенімменен, менің де ауырған ет маңайым көп. Медицина маманы болғаннан соң мәселемді отырсын қарайын деп. Түшкірсем бетке маска тағайын деп, жөтелсем ПЦР-де салайын деп. Қалдырап екі қолым қарайсың ғой, қай жеріңнен вакцина салайын деп. Құйрықтан емес шығар, қардан шығар. Тамырдан емес бәлкім саннан шығар. Әйтеуір түптің түбі аламыз ғой, оғанда дайын тұрған заң бар шығар. Әйтпесе бұл вирустан құтылмаспыз, қайда барсаң жалаңдап алдан шығар. Қызыл жасыл және де сараймақ боп жүргеніміз кім білсін жалған шығар. Нағыз қызыл аймақты мен айтайын, менің бұл теңеуімде мән бар шығар. Қызыл аймақ дегенің сақына ғой, талай ақын өртеніп жанған шығар. Өзімде күйіп жанып барадырмын, бірдеп маған жақындап қалған шығар. Қызыл аймаққа қызбенен шығып тұрсам,
Қызуында 40-қа барған шығар әйгерім. Жамбылды бір туатын ердеп келсем, Таразды тарихқа бай елдеп келсем, шалғайдан бір шаруамен жеткен едім, шапағат қарсыласың сен деп келсең. Әділ деген інімді ертіп алып ұғарсың, келін іздеп терлеп келсем. Біз саған құда түсіп келіп тұрмыз, ағаңды бұлай тұста тергеп келсең. Әділ деген көрікті жігіт еді, ғашық болып қаларсың жөндеп көрсең. Сені көріп толқып жүр болбай ұста, еліңді сен әніңмен тербеп келсең. Дәрігер болғаннан соң қайтер еді, сол інімнің жүрегін емдеп берсең. Жамбылдай Даратамның мекенінен жайыққа жайлы келін сен боп келсең. Екі елге алтын көпір салар едің, екеуіңді қосуға еңбектенсең, мәгигәгім, мәгигәгім. Өзімде ойлап едім көрейін деп, көңілді бек болатқа бөлейін деп, батсың емес басқа ине салсам дағы, тұп-тура тұрғандайсың көнейін деп. Басқа пәле тіліңнен тауып аға, әй қайдан отырсың ау өлейін деп. Мен сияқты меликке тиісіп ап, жұмаққа жүрсің бәлде жөнейін деп. Халықтың ойлаймын деп амандығын, таңдадым дәрігерлік мамандығын. Індеттерімізден кетпей қойып, қиындап бара жатыр заман бүгін. Оралдан қалт-құлт етіп жеткенінде, жаратқан көрсетпесін жамандығын. Антыма адалдық қып отырам ғой, тұмауда тимесін деп саған бүгін ай. Армысың көрер мені көргендердің, бәріне сәлем бердім келгендердің. Әлия мен Мәншүктей бір қызыңмын, әр сөзім рұғымдай мергендердің. Қарахан Айшабегі қатар жатқан, Қаратау берік қара белден келдім. Төле би қой келділер, билік айтқан билік өл деген сұлу көлден келдім. Бабамыздың өнерін мақтан тұтып, менде айтыс өнерін меңгергенмін. Шапағат деп шапалақ ұрған кезде, ақ құдай айдынымда тербелгенмін. Олардан тек қаланың ішіндегі Жамбылдың атын алған жерден келдім ай. Алладан қабыл болса тілегені, Шеңгелде өз жерінде шіренеді. Ошақты ұл бекенің тұяқ едім, азуды айға тұрмын білегелі. Ақылға жігіт ие бола алмаса, есесін біздей қызға жібереді. Мысалы қыз жақтаған жол табады, талапты тақыр жерге гүлегеді. Бір Алла тілмен жаққа қуат берсе, тұғырдан менде тұрмын түлегелі. Мың адамның айтады ей, мұңмен зарын, ақынның өлмей тұғын бір өлең ауай. Өнерде үзеңгілес замандасың, бұл айтыс мағандасын, сағандасын. Әулиет аға жеттің бе аман есен,
қап түбінде жатпайтын ағалмасын. Нәсіп айдап алысқа аттанатын Алланың добы дейді адам басын. Қос тізгінді алайық қолымызға, ақын боп айтыс үшін жаралғасын ай. Сен келсең тайраңдатып тайлағыңды, талаппен шапағаттап тайға мінді. Жүкеңнің жүйрігінің біреу еттеп желбіретіп кетейін айдарыңды. Сен секілді серілер болмағанда табар едік талантты қайдан ұлды. Бірақ та қыз қадірі елге қымбат, күн жарық болған менен айдан ұрлы. Егемен елдің ұлы болам десең, арулармен артық көр аймағыңды. Туыстайтын туысқан жігіт болсаң, түсірме қыз алдында байрағыңды ай. Төле би құда түскен дана гүлге, құда түсті бек болат аға күнге. Ол деген 17-ші ғасыр еді, оралып не қыламыз ана күнге. 1000 жылды құда болам деген кісі сырға тағып қояды бала күнде ай. Алыстан келіп едің аға тынбай, самғаса құс қанаты талатындай. Көз сүлікпей шешендей сөз айттың ғой, көз жасы көл бетіне таматындай. Екпінде бекіленіп отырсын ғой, түп тұра мен бір көніп қала қалатындай. Ініңнің қай өнері асып тұр еді, айттырып ақын қызды алатындай ай. Жүректі жігіт болса келмей мекен, өзімді өнерімді көрмей мекен. Онамай қалуымды ақтиман ғой, оған аға көңілін бөлмей мекен. Мен ұнатпай қалуым әбден мүмкін, шартыңа ендеш аға көнбейді екем. Ер азамат қыдырып қыз іздесе, заманды кімдер сонда жөндейді екен ай. Ай Мұхамбет ұстазым, деп еді қызым жеңілме, қазықтай қылып қақ дегенде есе отқан жерінде. Жеңіліп қалсам шыққасын, шанымды қағар менің де. Төрімді сыйламадың деп төбеңді ояр сенің де. Айтысқа келген ағайын, айтып ет маған бір хабар. Жүрсін атам құда деп 1000 жылға дейін жырланар. Құданы төрге шығарып, құдағилары сырғағар. Шай құйып жүр ғой қыздарда сыңғырлап күміс сырғалар. Құдай ұрған сіз дейлер, құдашадан да құрғалар. Інімді алып келсем аға болып, шапағат сен отырсың дара болып. Сырғаны бала күнде салады деп жырыңды отырмысың жалаң көріп. Сен екеуің әлі де ата-анаға саналатын жансыңдар бала болып. Сондықтан ештеңеге кешемес қой, сөзімді ұқпай қалма шала болып. Қаршадай тық-тық еткен қыз екенсің, қашан өзі үлгердің дана болып. Бәгигән, бәгигән ай. Бұл тараз той жасаса сауын айтып, жырлайық кешіменен таңын айтып. Ақын қызды алатын кім еді деп отырсың қаншалардай әмір айтып. Өзі күйші, өз ақын, ол бауырым әндерінде жүреді анық айтып. Шартыңа көнбеймін деп сен отырсың сахнада сылтаудың бәрін айтып. Ер азамат қыдырып қыз іздет деп сөйлейсің замананың қамын айтып. Ол деген жамбылдардан қалған өзге 3 ай елден көрмеген бағы қайтып.
Мысалы Сарақыммен кездескенде ғашық болған сырының барын айтып, алайда екі ғашық қосылмапты, сара қыз Жиенқұлдың дауын айтып. Сара қыз Угай деген ән шығарған, Жамбылға арнап іштегі зарын айтып. Сондықтан да ініме келісім бер, алдын ала қайтесің арық айтып. Саныңды соғып қалма, содан кейін Сараның Угай деген әнін айтып. Біз қазақ мұратына жеткен елміз, мәңгілік ел болуға беттегенбіз. Қозыбасы тауында қалың елді Керей мен Жәнібекке ерткен елміз. Азаттықтың жолында арпалысып, Аңырақайда қан мен тер төккен елміз. Ашаршылық зұлматын бастан кешіп, аш құрсақ қырылсақ та ептегенбіз. Желтоқсанда көргенің оқпенен біз ұлымдырып, қызымды тепкен елміз. Алла деп азаттыққа қол жеткізіп, көк тудың саясында көктегенбіз. Осыны мойындамай көз алартып отырған көршілерге өкпелерміз. Мемлекет болмаған деп жүргендерге кеудемізді көтеріп кектенерміз. Біз қалай мемлекет болған жоқпыз, сындарлы кезеңдерден өткен елміз. Мысалы нар Жамбылға келер болсақ, көппенен тындырғанбыз, көппененбіз. Мектеп, ауыл, ауданға атын беріп, руханият жағынан реттегенбіз. Ол аз десең облысқа атын беріп, атағы алыстарға кеткен елміз. Сондықтан сыртымыздан сөйлегенге Жамбылдың атымен-ақ өктемелміз. Бір ақынға бір облыс берген ұлтта бір мемлекет болмаса неткен елміз. Сен болсаң ақ халатты абзал жан, біздің де ініміздің бағы жанған. Еліме келін болып барам десең, ендеше махаббаттың шамы жанған. Кетем деп шешіміңді айтар болсаң, қайнаған боп шығайын қазір алдан. Аздаған уақыт сұрап қазылардан, билет алып келейін вокзалдан. Айтырмас қыз баланы, бұйырса көреміз ғой тұздан әлі. Таңдайтын болса маға бар емес пе, Тараздың небір қыран мұз балағы. Абайла біздің қызға тиістің деп, Жамбылдың жігіттері қызғанады ай. Жамбыл мен сары қызға тоқталасың, бір суып бірде қызып шоқтанасың. Өнерге таласыңыз болған менен, ал менің өміріме жоқталасың. Төрде жатып төрт әйел алу жайлы, орынсыз айтқан жігіт оттамасын. Аз ғұмырда болсын ау қыз құмар боп, ерлерім етек басты боп қамасын ай. Ауылымыз ас өзеннің саласында, айтпай кетсем адаспай табасың ба? Шапағаттай ақын қыз бар еді деп, немене құда түсіп барасың ба? Алаған бұрынғы мен соңғының жолы ғой деп, апырай алтын сырға тағасың ба? Алаған қолым менің берегем деп, қалың малды көтере аласың ба? Кісінің кілт аспанда дейді қазақ, алдымен ата-анама жағасың ба? 100 жылды 1000 жылдыққа
нұсқап Тараздың қаласында, жоқ әлде арманда боп қаласың балайым. Мың рет мейлі осылай қайталаңыз, біз бірақ көңіліңді қайтарамыз. Ошақтының қызында ойың болса, оған қалай қарайды айтағаңыз. Өмірімнің айналар бөлшегіне қандай екен қайнап қайнатамыз. Салт дәстүрін қазақтың сақтап өсіп, бұйрық болса бір үйді жайнатармыз. Сыпайы жібі түзу жігіт болса, бір қазақтың қазанын қайнатармыз. Үлгі алды ғана менен әкеден көп, шапағат енді қалай мәпеленбек. Қаршадай қыз баланы танымайтын, ініне қоймайсың ғой әперем деп. Тараздың таң шолпандай ақын қызын ойлама оңайлықпен әкетем деп байым. Бой жетіп жарағасын әжеткемен, ел намысы қызға да қажет дерем. Бекболаттан не бір сөз естісем де, мен долмен айтысып мәз етпегем. Тараздың тарландары арасында басымыздан бәсеке аз өтпеген. Шапағат саған ағаш шыбын емес, ұрып ала салатын газетпенен айым. Қыз 20-ға келгенде кәрі болар, өң өзгеріп шырайы сары болар. Көмек сұрап жатырсың өз халқыңнан, әрине қарындастың қамы болар. Әуелден қыз мұраты кету деген, бұл сөзімді түсінсең жаны болар. Жол мұраты жету деп және де айтқан, бізбен бірге кетудің мәні болар. Қытайға тиіп жатқан ешкім жоқ қой, бауырымның қазақы қаны болар. Шамын жағып үйінің отыратын шапағат ініміздің бағы болар. Бастысы бақытты боп жүрсеңіздер, бастарың аман болса бәрі болар. Әгигәң, әгигәң. Көкейдің сырын ашсам ойлап тұрған, жұртыма жеткізейін жайлап тыңдан. Жамбылға айтыс жасап Тараз халқы қыздырған, жыр базарын қайнап тұрған. Тарихын терек тартып тамырымнан, бұл çalған бәйтеректей жайнап тұрған. Мысалы кешек өткен бөлтіріктер қашанда шешен сөйлеп қайрат қылған. Қылышбай кенепменен ұлбекелер бәйгеде айрылмаған байрақ тудан. Әзімбек пен Шорабек ағаларым өлеңнің өлмейтінін айғақ қылған. Айт Мұхаммед ағам мен Мұхаммеджан айтсынма сән беріп айбат қылған. Ахметжан ағам мен Алтын апам қашанда сұлу сөзін сайлап тұрған. Бүгінде қанша ақын жүр аламанда Талашу бойындағы аймақ қырдан. Жамбылым қасиетіңнен айналайын, талайлар тектөнерді байрақ қылған. Сүйегіне құрсақтан өлеңдарып, сәбиде ақын боп сайрап туған. Әгигәң, әгигәң, ай. Өлең сөз таусылмайтын қайнарымыз, естілсін ел алдында байламымыз. Жүрсіндей ағамызды құттықтаймын, жетпістің ауылына байладыңыз.
Айтыстың көшін тартып ғұмыр бойы ақсүйек өнер үшін сайрадыңыз. Айтысқа қатыстырып қаншақынды ақыл беріп намысын қайрадыңыз. Қазақтың нарұлына тілейтінім, қашанда биік болсын байрағыңыз. Арман мен тілектерің орындалып, арысы аспандағы айдалыңыз. Жамбылды қорғаймын деп өлең жазып, басыңызды бәйгеге байладыңыз. Тезірек тас мүсінге айналсам деп неліктен сәл ертерек ойладыңыз. Мүсінге айналуға асықпаңыз, бәйгесінен өмірдің бәйге алыңыз. Жамбыл атам жасаған жасқа жетіп, 100 жастың жастығына жайланыңыз. Ұлытаудың тасынан мүсін бұйырып, ұлына Алталаштың айналыңыз. Ақынды адамдар көп жаудай көрген, айтыс жайлы сөз болса даулай берген. Өтсе де тар жол тайғақ кешулерді, табаны тек дөнердің аумай келген. Бұл сөзіме бір мысал, бүгінгі айтыс бағалы боп отырған бар бәйгемнен. Құдайым осы күнді көп көрмесін, шайырларым шуақты таңдай көрген. Қазақпен айтыс мәңгі жасай берсін, қанша ғасыр өнер боп қалмай келген. Жүрсінмен айтыс бірге жасай берсін, 40 жыл қырандайын самғай келген. Әулиятам аман бол осыменен, балаға баба жолын жалғай берген. Ақсарай сайлап беріп әр жыл сайын, айтысты дәріптеуден талмай келген. Жыралығы атанған дар Жамбылды, ақ киізге көтерген қандай көрген. Саңқылдасын, жанар жайытындай жарқылдасын. Той-думаны тоқтамай қазағымның, ақындардың өнері сарқылмасын. Жамбыл мен Айкүмістей жолыққанша, ағатай аман болсын алтын басың. Айтыста алақанда салып жүрсең, алтыннан да болар ед нарқың басым Менімен шығамын деп шыныменен, ойланып келдіңіз бе түніменен? Жаулап алмай айтысып қыз жүрегін, ешбір сөз естімейсіз жылыменен. Жүріп келем абайдың жолыменен, жырлап келем Жамбылдың жырыменен. Қайран менің жасампаз Жамбыл бабам, жарты әлемді жаулаған жырыменен. Жүрсін атамыз кеп отыр, Жамбылдай ұлы асылға. Жүрегім ойлар мыңдаған бір ақынның басында. Дүние деген қапыл қой, сөнген соң нұрың расында. Жүгенді біздер жеткізер, жүгенді біздер айтысып жеткізеді ғын ғасырға. Алатауымның аққары, атамның бейне сақалы, жайқалып жатқан шалғыны, жайылған жібек шапаны. Күннің де күлімдегені, әлемге кеткен атағы. Шапағаттай ақын қыз шашырап түскен шапағы. Күннің де күлімдегені, бергені бізге батаны. Ғасырлар мәңгі ұмытпас Жамбылдай ұлы атаны.
ғасырдың өмірің жатыр тойланып 175-те жасыңның дәл бүгін тағы артып тұр қадірі алтын басыңның ақындардың абыз әруағың ай басырдың айлаға түрлі салсаң да шапағат бүгін саспайды амалын тауып әйтеуір алармын мүмкін баспайды құрулы қара қақпандай қарындасыңыз қашпайды қасқырда түссе қақпанға аяғын кесіп тастайды тараздың қызы қайсары деп халқымда мұны растайды ағайын айтысының алаңында таудай боп шығып тұрмын талабымда топқа түсіп батаңды алсам дедім айдың күннің осынау аманында қазақтың қайсар туған бір қыз едің шындықты жырлайтұғын заманында арман қуып алатау ассандағы жұмақ жатыр тараздың табанында жұмыр жерді шықсам да ежет айналып өзіңдей туған өлке табамын баулай ерке наз ерке қызға жарасардай жүр бірақ ағаларым сана салмай өнерде де бек болатын өзіңіз алдыңызға қара салмай затыңыз ер азамат болғаннан соң жөн бар ма қыз баламен таласардай сондықтан арзан күлгөй аз қызыққа ағалар жүріңдерші аласармай ай Жақсы, рахмет ақындар. Бекмұрат Қаленов, Шапағат Сәбитқызы, сағат 2-ге дейін түс көзіміз.